Жұмыртқаның қабығы 10 жылға жасартады дегенді естіп едіңіздер? Иә, жұмыртқаның қабығы үйіңізде болатын болса, қоқыс шелегіне тастауға асықпаңыздар. Менің арнам сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай теріде босап, салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беру 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастағаны. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығында орасан көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіз хабарыңыз болмауы мүмкін. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын асықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқысқа тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егерде сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғында саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіңізге жазсаңыз болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шелтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша секілді бөлігін абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал болып саналады. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жабыстырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жабыстырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жабыстырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғалмаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкеннен күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы болады. Кепкен қабықты алып, ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі он секілді болып, түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жыртып, теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақытыңыз бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып, араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкеннен байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көруіңізге болады. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылап алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқайтын боласыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз, жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі теріге ие болғаныңызды сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданылатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңіз де таң қалатын боласыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса,
менің арнама тіркеліп лайк басып өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.